Сәлем, сөз етілетін отандық жұлдыздардың өміріне шолу жасайтын Инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Әсел Жамахаеваны, Арман Айды және Алтынай Төлембетованы сөз етеміз. Әсел Жамахаева оқырмандармен ақылдасуда. Әнші тегін бірнеше нұсқада жазып, олардың қайсысы ұнайтынын сұрауда. Бұл өте маңызды дейді. Ал оның не үшін керек екенін кейін айтпақ. Ендеше Әселге дұрыс нұсқасын таңдауға көмектесіп жіберейік. Жуырда ғана ана атанған Айдана Мәлік перзентханадан шықты. Бұл жайлы жақын құрбысы Арман Айдың Инстаграм желісіне жүктеген сторисінен байқадық. Көрімдігінен бастайды. Опана! Айтпақшы, сүйікті жары Ануар Айданаға темір тұлпар тарту еткен. Ендеше жас атананы Гәкку арнасы шын жүректен құттықтайды. Сәбилеріңіздің бауы берік болсын. Алтынай Төлембетова алдымызда демалысты пайдаланып шымбұлаққа аттанбақ. Бірақ сноуборд пен шаңғының қайсысынан бастасам болады деп сұрауда. Өйткені әнші бұрын соңды олармен сырғанап көрмепті. Ендеше екеуінің қайсысын үйренгенге оңай. Ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Galaxy A8 және A8 Plus-тің корпусын байқадыңыздар ма? Жаңа дизайнның арқасында оны қолға ұстап пайдалану өте оңай. Толығырақ Samsung KZ сайтынан біле аласыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постмен ығыстырады екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.